Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалдық техникалық колледждің арнайы пәні Сенім Сәкен Беймұратұлы. Газ электрмен дәнекерлеуші мамандығы бойынша материал тану пәні. Бүгінгі тақырып металдарды дәнекерлеу. Сабақтың мақсаты білімгерлердің балықты пісіру режимінің параметрлерінің кеңістіктегі әртүрлі күйде пісіру тәртібін қолдану ерекшелігін түсіндіру. Дамытушылық білімгерлердің ой өрісін дамытып, есте сақтау қабілеттігін арттыру, өз ойын тұжырымдау, қорытынды жасау және шығармашылыққа баулу. Тәрбиелік жұмыс кезінде техникалық қауіпсіздігі мен үнемі қауіпсіздігін сақтау, жұмысты мұқият орындауға және өз мамандығына қызығушылығы мен сүйіспеншілігін арттыруға тәрбиелеу. Сабақтың түрі аралас сабақ. Сабақтың көрнекілі, сабақтың жоспарына сәйкес слайдтар мен сызбалар. Пәндермен байланыс, физика, материалтану, өндірістік оқыту және еңбекті қорғау. Сабақтың барысы. Бірінші, ұйымдастыру кезеңі. Білімгерлермен амандасу және олардың сабаққа дайындығы. Екінші, өткен тақырып бойынша білім деңгейін тексеру, үй тапсырмасы. Білімгерлер өткен тақырыпқа электродтық жабындылардың түрлерімен танысып өттік. Енді есімізге түсіріп келесі сұрақтарға жауап беріп көрейік. Доғалы пісіруге арналған қандай электродтардың түрлерін білесіздер? Электродтардың негізгі қандай талаптары қанағаттандырылады? Балқымайтын электродтардың түрлері. Балқитын электродтардың диаметрлері. Қазіргі уақытта ең көп қолданылатын электродтардың диаметрі және түрлері. Электродтың жабынды түрлері. Біздің өткен тақырыптарда дәнекерлеушінің негізгі құрал жабдықтары. Олардың бетті қорғау әйнектері, көз әйнек және арнайы киімдері болуы керек. Өткен тақырыпты қорытындылау. Білімгерлер, бүгін сіздермен өтілген тақырып бойынша доғалы пісіруге арналған электродты қайталап өттік. Электродтар негізгі екі топқа бөлінеді: балқитын және балқымайтын. Сонымен қатар, олар металдың механикалық беріктілігін, тұтқырлығын, тығыздығын және сапалығын талаптарын қанағаттандыру қажет екенін білдік. Электрод диаметрі 0,3-тен 12 мм аралығында болады. Электрод жабындылары тұрақтандырушы, жұқа және сапалы, қатаң болып екіге бөлінеді. Негізгі қазіргі трансформаторлар. Қазіргі ықшамдалған шағын трансформаторлар. Бұл трансформаторлардың негізгі пісіруге ыңғайлылығы және оның жеңіл алып жүруі жеңілділігі. Бүгінгі тақырып металдарды дәнекерлеу. Бүгінгі тақырыптың негізгі тақырыбын түсіндіру. Бүгінгі сабақта арнайы технология пәні мен физика пәнін байланыстыра отырып, металдарды дәнекерлеу кезіндегі пісіру тәртібі мен металдардың механикалық қасиеттерін білетін боламыз. Ол үшін өткен тақырыптардағы электрод диаметрлері мен түрлерін есімізге түсіреміз. Дәнекерленген металдарды зерттеу. Мұнда пісірілетін металдың қалыңдығына қарай электрод диаметрін, сонымен бірге ток күшін таңдай білуіміз керек. Мұны жердегі суреттерде біздің көрсетілген электродтардың түрлері. Бұнда 10 электрод, 10-13, L42, тағы басқа электродтың түрлері. Металдар пісіру түрлері. Бұнда біз өткен сабақтарда өткеніміздей негізгі біздің пісіру жағдайлары: төменгі, бұрыштық, тавырлы және жапсарлы пісіру. Бұл төртке бөлінеді. Жаңа тақырыпты қорытындылау. Біз пісіру кезінде негізінен сыртқы ақаулар және ішкі ақаулар болып бөлінеді. Сыртқы ақауларға металдың тесілуі, қуыс қалуы, жіктің үзілісі, жіктің қалыпты және біркелкі емес
өлшемі, жіктен шамадан тыс күшейтуі және тағы басқа жатады. Ал ішкі ақауларға металдың шалап пісірілуі, яғни ток күшінің аздығы, кішкене тесіктердің қалуы, металл емес қосындылар болуы, сызаттар мен жарықшалардың пайда болуы жатады. Пісірілетін металдың қалыңдығына қарай ток күші мен электродты дұрыс таңдағаннан кейін пісіру технологиясын талапқа сай орындауымыз керек. Жоғарыдан төмен электрод өстерінің бойымен үдемелі жүргізу, жіктер сызықтарының бойымен үдемелі жүргізу, жіктердің көлденеңгесінен перпендикуляр тербелмелі қозғалыстар жасау. Пісірудің тәсілдері. Бүгінгі сабақты қорытындылау. Пісіру кезінде металды механикалық қасиеттері мен қалдыңдығына қарай ток күші мен электрод диаметрін дұрыс таңдағанда ғана жақсы талапқа сай жік алынады. Сонымен қатар электродты 3 бағытта жылжытып сапалы жік саламыз. Доғалы пісіру кезінде жұмысты ұйымдастыра білу және қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтай отыру. Назарларыңызға рахмет.